Бүгінгі біздің тақырыбымыз сайт жасау платформалары, олардың айырмашылықтары мен ұқсастықтары. Ең бірінші ол бізде WordPress бағдарламасы. WordPress дегеніміз не? WordPress ол әлемдегі ең танымал контент басқару жүйесі. Ол алғашында блог платформасы ретінде басталып, қазір кез келген сайт жасауға мүмкіндік беретін бағдарлама болып келеді. Мүмкіндіктеріне келетін болсақ, ол ашық кодта дизайнға арналған мыңдаған тегін және ақылы тақырыптар бар. SEO-ға ыңғайлы, кез келген типтегі сайт жасауға болады. Қорытындылай келе, егер сен сайт жасауға икемің бар болса және ұзақ мерзімге сайт жасағың келсе, WordPress таңдаған ең жақсы шешім болады. Келесі бізде Wix платформасы. Wix платформасы ол сайт жасау үшін кодсыз drag and drop әдісімен жұмыс істейтін онлайн конструктор. Бұл платформа шағын бизнес, блог, портфолио, интернет-дүкен және де басқа да сайт түрлерін жасауға мүмкіндік береді. Негізгі мүмкіндіктері ол drag and drop редактор. Сайтты кодсыз жасауға болады және SEO құралдары сайтты іздеу жүйелерін оңтайландырады. Сосын автоматты түрде мобильді нұсқа жасап береді. Ол сізге оптимизация үшін өте жақсы. Қолдану ерекшеліктеріне келсек, ол ақылы тарифтерде көбірек мүмкіндік ашады. Домен мен хостинг ұсынылады және wix.com арқылы тіркеліп браузерге бірден сайт құрастыруға болады. Қорытындылай келе, ол егер сіз жылдам әрі оңай сайт жасағыңыз келсе, Wix тамаша таңдау болады сізге. Келесі бізде Shopify. Shopify электронды коммерцияға арналған сайт жасау платформасы. Ол арқылы кодсыз толыққанды интернет-дүкен құруға болады. Негізгі мүмкіндіктері ол толықтай дайын электронды коммерция шешімі, хостинг, қауіпсіздік және де төлем жүйелері бірге келеді. Сосын көптеген төлем жүйелері бар, PayPal, Apple Pay, Google Pay деген секілді. Және SEO-ға маркетинг құралдары сайтты жылжытуға көмектеседі. Бірақ бұның бәріне алынатын ай сайынғы төлем арзан емес, ол көп қымбат болып келеді. Сосын транзакция комиссиялары бар, егер Shopify Payments қолданбасаңыз. Қорытындылай келе, егер сіз оңай және кәсіби интернет-дүкен жасағыңыз келсе, Shopify керемет таңдау болады. Келесі бізде Tilda кодсыз сайт жасауға мүмкіндік беретін визуалды конструктор. Ол әсіресе портфолио, бизнес сайттар, журналистикалық мақалалар мен интернет-дүкендер жасауға қолайлы. Қолдану ерекшелігіне tilda.cc сайт арқылы тіркеліп сайтты бірден жасауға болады және Zero Block арқылы дизайнды толық өзгертуге мүмкіндік береді. Келесі ол бізде Webflow. Webflow ол кодсыз бірақ кәсіби деңгейдегі веб-сайттар жасауға арналған платформа. Ол визуал редактор мен HTML, CSS бағдарлама біріктіріп толық кастомизация жасауға мүмкіндік береді. Келесі ол Joomla немесе Joomla. Ол ашық кодты функционалды сайт жасауға арналған контент басқару жүйесі. Ол WordPress пен салыстырмалыда күрделірек, бірақ икемділігі жоғары болып келеді. Бұл Drupal ашық кодты жоғары деңгейдегі контент басқару жүйесі. Ол күрделі веб-сайттар мен қосымшалар жасауға арналған. Бірақ бір кемшіліктері бар. Жаңадан басқарушы үшін күрделі. Сосын дайын шаблондар мен плагиндер саны WordPress-тен қарағанда аз болып келеді. Ол қазіргі айтатынымыз Squarespace ол кодсыз сайт жасауға арналған премиум платформалардың бірі. Ол ерекше стильді дизайн мен оңай қолданылатын құралдармен танымал. Бұл платформаның мүмкіндіктері жоғары. Біріншісі дайын шаблондар мен сапасы жоғары және де кәсіби көрінеді. Екінші drag and drop редактор арқылы сайт оңай жасауға болады. Ол Wix-те де болған. Және бұл сайттың тегін нұсқасы бар, бірақ ол толық пайдалану үшін премиум алу керек болады. Мынау Bittrex24 платформасы. Бұл компанияларға арналған кешенді бизнес платформасы. Бұл жақта корпоративтік портал, жоба басқару құралдары және де сайт құрастыру мүмкіндіктерін беріледі. Негізгі мүмкіндіктер сайт пен интернет-дүкендер жасау мүмкіндігі. Екінші CRM жүйесі, клиенттермен тапсырыстарды басқаруға арналған. Үшінші ол тапсырмалар мен жобаларды басқару құралы. PrestaShop платформасы толыққанды интернет-дүкен жасауға арналған ашық кодты платформа. Ол шағын және орта бизнестерге қолайлы, өйткені өнімдер мен басқа төлем жүйелері қосу және жеткізу процесті реттеу сияқты барлық қажетті құралдарды ұсынады. Оның кемшіліктері WordPress-ке қарағанда күрделірек, кастомизация үшін бағдарламалық білім қажет болу керек. Сосын кейбір модульдер мен премиумдар қызметтері өте қымбат болып келеді. Weebly платформасы сайт жасауға оңтайландыратын drag and drop платформасы. Бұл көбінесе шағын бизнес пен интернет-дүкендер үшін қолдайды. Негізгі мүмкіндіктер дизайн мен оңай өзгертуге болатын drag and drop редактор, кіріктірілген хостинг және де домен ұсыну мүмкіндіктері, интернет-дүкен жасау үшін Square төлем жүйесімен біріктірілген. Оның кемшіліктеріне келсек, дизайн мүмкіндіктері шектеулі ғана, кастомизация деңгейі төмен, кейбір қосымшалар мүмкіндіктері ақылы болып келеді. Бұл карт жеңіл минималистік бір беттен тұратын сайттар жасауға арналған платформа. Бұл портфолио, жеке парақшалар жасауға ыңғайлы болып келеді. Сіз өзіңіз минимализмді ұнататын болсаңыз, осы карт платформасы арқылы жасаған оңтайлы болады сізге. Фреймер кәсіби веб дизайнерлерге арналған интерактивті веб-сайттар мен прототиптер жасау құралы. Кемшіліктері жаңадан бастаушыларға күрделі, толық сайттар емес, көбіне прототиптер жасау үшін қолданылады. Ақылы жоспарлы, қымбатырақ болып келеді. Бұл құралдың атауы Bootstrap Studio, веб әзірлеушілерге арналған визуал дизайн құралы. Бұл Bootstrap фреймворкын қолданады. Негізгі мүмкіндіктеріне келсек, drag and drop және кодтау режимі. Bootstrap негізінде адаптивті сайттар жасауға мүмкіндік береді. Экспорттау мен тікелей жариялау функциясы бар. Қорытындылай келе, сіз қандай платформаны таңдасаңыз да өзіңізге оңай және де ыңғайлы келетін платформаны таңдауыңыз керек. Мысалға алатын болсақ, қарапайым бюджет жасау болатын болса, ол карт бағдарламасы
кат платформасы. Ол бір беттен тұратын сайттар жасап береді. Екінші, кәсіби веб дизайн жасау немесе әзірлеу керек болса, ол Webflow. Немесе ірі жобалар жасайтын болсаңыз, оған тоже Webflow'ды алсаңыз болады, немесе Drupal'ды алсаңыз болады. Ал онлайн дүкен ашатын болсаңыз, Shopify немесе Ghost платформаларын аласыз. Өзіңізге қажетті платформаны таңдайсыз және де сонымен жұмысыңызды жасай бересіз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.